19 ғасырдың аяғы, 20 ғасырдың басында өнер қалайша өзгерді? 19 ғасырдың соңы, 20 ғасырдың басында Европа мен Америка елдерінде елеулі өзгерістер болып өтті. Жаратылыстанудағы революция, жаңа индустриалды дәуір өмір салтын қайта қарастыруға итермеледі. Неміс философтары Шопенгауэр мен Ницше негізін қалаған өмір философиясының жақтастары рационализмге қарсы шықты. Ницше христиандық пен рационализмді сынап, өмірге құштарлықты езушілер деп есептеді. Француз философы Бергсонның интуиция туралы ой-пікірлері үлкен әсер етті. Австриялық ғалым Фрейд негізін салған психоталдау туралы ілімнің де ықпалы аз болмады. Европа елдері мен ақш-та қоғамның әртүрлі жақтарын зерделейтін ғылым әлеуметтану дами бастады. Бұлыңғыр заманның өзгерістерін үреймен күту мистиканың, оккультизмнің, эзотерикалық, соның ішінде шығыстық діндердің танымалдылығын арттырды. 20 ғасырдың басында неоромантизм, яғни адамзаттың өткен мәдени мұрасын қайта пайымдап, жаңа мен сәйкестендіруге тырысқан бағыт пайда болды. Неоромантизм өнер мен әдебиетте, театр, көркем сурет, музыка саласында үстемдік жасады. Ресейде бұл шығармашылық ағымның өкілдері жазушылар мен ақындар Соловьев, Блок, Брюсов, Белый, Андреев, композитор Скрябин болды. Бейнелеу өнерінде символизм модерн стилінің пластикалық құралдарымен жүзеге асырылды. Модерн стилі француз тілінен аударғанда жаңа, заманауи деген мағынаны білдіреді. Театр өнерінде көркем сурет, декорация, костюмдердің айрықша эскиздері, хореография мен сахналық қимылдар актерлердің ойындарына барынша шынайылық беретін құрамдас дүниелер деп саналды. Музыка мәдениетіндегі неоромантизмде жетекші орынды Вагнер алды. 20 ғасырдың басындағы кино жұлдыздары Макс Линдер, Чарли Чаплин, Андре Дид әлемге танылды. Өнердегі жаңа шығармашылық ағымдар импрессионизм, постимпрессионизм, авангардизм, кубизм пайда болды. Импрессионизм өкілдері өмірді әсерлі бейнелеуге ұмтылды. Постимпрессионизм құбылыстардың мән-мағынасын түсінуге, адамның ішкі дүниесін, мінезін зерттеуге тырысты. Кубизмнің негізін салушылар француз суретшілері Пикассо, Дюшан және Брак саналды. Шығыстың өркениеттік құндылықтарын мойындаудың мысалы ретінде 1913 жылы үнді жазушысы әрі ойшылы Рабиндранат Тагорға Нобель сыйлығының берілгендігін айтуға болады. Әдебиеттің дамуында қоғамдық құрылыстың әділетсіздігі, адамдар арасындағы қарым-қатынас, буржуазиялық қоғам, рухани өмірге арналған шығармаларында сыни реализм көрініс тапты. Француз жазушысы Ролан атақты суретшілер мен музыканттар туралы ерлікке толы өмір атты биографиялық шығармаларын жазып шығарды. Оған Бетховеннің, Микеланджелоның, Толстойдың өмірбаяндары енді. Тағы да бір француз жазушысы Франц өзінің роман-памфлеттерінде зорлықты, соғысты және революциялық күш көрсету мен діни фанатизмді, буржуазиялық адамгершілік қасиеттің екіжүзділігін айыптады. Ағылшын жазушысы Шоу драматургияны идеялық және көркемдік тұйықтан шығару жолында көп еңбек сіңірді. Неміс жазушысы Ман, ағылшын жазушысы Уэллс, американдық жазушылар Норрис, Лондон, Драйзер шығармалары сыни реализмнің тамаша үлгілерін дүниеге әкелді.